Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен бірге Әйгерім. Бүгін қазақтың ұлттық тағамы джен дайындайтын боламыз. Өте оңай жасалады, әрі құрамындағы заттардың барлығы қолжетімді. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Сол кезде каналымдағы шыққан рецепті ең алғаш болып көретін боласыздар. Бізге қажет заттар, ол бізге ең бірінші талқан. Құрамына бізге мейіз қосуға болады, немесе орех қосуға да болады, жаңғақ яғни. Бал қосамыз, және де ерітілген сары майымызды қосатын боламыз. Құрамын сәл басқаша қылып өзгертсеңіздер болады. Видеоның барысында қалай алмастыруға болатындығын айтып өтемін. Ең бірінші ыдысымызға талқанымызды саламыз, үстіне мейізімізді қосамыз. Одан кейін біз жаңғағымызды осы оқтаудың көмегімен ұнтақтап аламыз, немесе пакетикке салып, үстінен оқтаумен өтіп сақтап алсаңыздар да болады. Қалай ыңғайлы, солай жасайсыздар. Міне осындай ұсақ жаңғақ болып шықты. Жаңғағымызды ыдысымызға саламыз. Енді үстіне ерітілген сары майымызды құямыз, және де үстіне ерітілген балымызды құямыз. Балдың орнына біз сгущенка қоссақ та болады, және де қант та қосуға болады. Мен бірақ бүгін балмен жасайтын боламын. Енді таяқшамыздың, яғни күрекшеміздің көмегімен жақсылап тұрып жентімізді араластырып аламыз. Толықтай барлығы біркелкі араласқанға дейін араластырамыз. Міне біздің жентіміз толықтай араласты. Осындай болып шықты. Енді біз формасын жасауға кірісеміз. Формасын қалауларыңызша кез келген форма жасауға болады. Осындай ыдысқа салып, бетін тегістеп, тоңазытқышқа 1 сағатқа қойып, кесіп төртбұрыш форма жасасаңыздар да болады. Немесе басқа үйде қандай формалар бар, соған келтіріп форманы жасай беруге болады. Мен қалғандарын осындай дөңгелек тәріздес форма жасайтын боламын, шар тәріздес форма, және де сәл сопақша форманы қолмен жасайтын боламын. Өйткені бұл ең оңай форма жасаудың әдісі, осы қолымызбен жасай береміз. Осындай қазақтың ұлттық тағамдарын әрдайым жасап жүрейік, ұмытпайық. Біздің кезіміздегі ата-бабаларымыз өте көп жасаған ұлттық тағамдарымызды ұмытпай жасап жүруге сіздерге кеңес беремін. Міне біздің женттеріміз дайын болды, өте әдемі болып шығады, дастарханда да өте әдемі көрінеді. Жоғарыда айтып өткенімде 2 түрлі формада жасадым. Сонымен қатар менің каналымнан көптеген рецепттер таба аласыздар. Қазақтың ұлттық тағамы қызыл ірімшіктің, бауырсақтың, ши бауырсақты рецепттері бар. Сол үшін каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Кездескенше.